түсінбей жатырмын. Сәлем баршаңызға. Жақсымын, рахмет. Привет, Миржан. Написала мне отправили. Что я отправила? Сәлем. Білмеймін, екі жыл деген громко айтылған сөз шығар, 2 жыл болған жоқ. Алдыңғы сезонда 3 ай ғана отырдым, осы сезонда тоже 3 ай, жарты жыл. Вообще болмайды дейміз ғой. Бұйырған кетпейді деп, может бұйырмай жатыр. Әке-шешем солай туған ғой. Өмірмен жарасасыз дейді. Сәлем Истанбулға, керемет. Сколько раз сәлем. Мне не ответили. Что вы не писали, интересно? Может, тут написать, я вам отвечу. Просто қыздармен отырып әңгіме айтқан болды, сол кезде айта аламын. Егер бүгінге қатысты айтып жатсаңыз. Дұрыс айтасыз. Бойым 165. Которыймен жүрсек дейді. Жоқ, уже болмайтын әңгіме деп ойлаймын. Ташкентке тұрмысқа шығады, жоқ, Қазақстанға. Которыймен жіберген жоқпын. Ортақ шешіммен тоқтады негізінде. Назымен біраз болды сөйлеспегенімізге. Өзіңге сәлем. Бұрын тұрмыста болғансың ба? Жоқ. Қасымда әзірге ешкім жоқ, қазір бірақ қонақтар күтіп, точнее кездесуге келген, күтіп отырмын. Салта, привет. Бір керемет жандармен кездесуге келдім. Жоқ, қабылдамаймын. Кафеде, ресторанда. Сәкентке сәлем. Осы не қажеттілікке сөзтасу дейді. Енді олар дәлелденген жоқ қой, что Сифоланың айтқаны деген сияқты. Сифола егер өзі келетін болса, күтейік. Жақсымын. Кейбірді ашып керек, мен жасқан керек емес, дұрыс айтасыздар. Кім екенін қас келген кезде сторисқа салатын боламын. Сифола жақсы жігіт қой дейді. Иә, енді мен білмеймін ғой, қазір не әңгіме болып жатқанын. Салтаға сәлем. Көзқарасымыз енді арасында жолда отырғаннан кейін бір сөзге келіспей қалатын кездер болады. Енді көзқарасымыз екі түрлі адам болғаннан кейін шығар мүмкін. Әйтпесе негізі бәрі жақсы емес келетін болады деп ойлайсыз. Білмеймін. Астанаға сәлем. Астанаға келіңіз. Московская енді бұл жерде де ойнағандай ғой. Қазір, например, бастапқы күндер Данияр ничего деп жүрдік қой бәріміз. Бірақ бүгінгі эфирден кейін барлық қазір дәулетке балет етіп атқан сияқты, сол себепті мысалға да любой бір поворот болуы мүмкін. Рахмет. Енді солай келіп қалдық енді. Баста. Жақсы көремін дейді. Рахмет, менде сәлем кісіге. Осы сіз неге әдемісіз дейді. Аллам солай жаратқан. Ежелгі жобадан келім түсінбедім. Авторы келсе қабылдайсың. Жоқ деп жауап бердім. Сіз рахмет. Сен қою керек, лайық емес отыруға дейді. Башын аяқ. Осы сезонда жақсы қыздардың бірісін жақсы жігіт келіп жатуынды күтсек, иншалла, мен де сол күнді асығып күтіп жүрмін. Сондай бір жақсы жігіт келсе екен деп.
қазақ жігітке тұрмысқа шық обязательно. Назиммен араласамыз негізі, бірақ біраз болды хабарласып қалғалы. Айдана қайда? Айдана үйіне кеткен шығар, жасамға сәлем, Нұрдәулетжан бүгін молодец дейді. Я өте керемет болды. Оны жақсы көреді, әлі Гүлназим жақсы көреді деп қырсық дейді. Айза жобадан сәлем, сіңілім қалайсың? Жақсымын өздеріңіз. Нұрдәулет жақсы, аха, Нұрдәулет қандай да болса екен деймін. Мен сізді жақсы көрем. Оля, не істеватса. Отбасында нешеусіз, отбасында үшеуміз, мен екі адаммын. Сәлем, жоқ ақша алмаймыз. Одан знаешь, жобаға өзі бізге жігіт табып өтсе, то еще ақша төлесе болған. Бересе жігітпен жарасасыңыз. Қырғызстанға сәлем, Гүлназим Максимов қой дейді, я. Мен отсы, пока өзім отырмын, қазір келу керек адамдар кездесетін. Маған айтып едім ғой, соларды күтіп отырмын. Алматыда тойға бардыңыз ба? 29 октябрь, я болдым тойда. Бір өзім болған жоқпын, Алмаспен барған болатын, естеріңізде болса. Мен барам үйге барып тамақ ішем. Білем, кеше панда айтып еді ғой. Мен бұл ойламды жеп қоймаңдар, келіп жейм. Болмай айтқан орында болмады, бұл айзамен сенің. Я, дұрыс болмады. Ойламды кер күтесің бара дейді, күтем. Мен маған айтып атсаңыз. Ұйқым келіп отыр. Бір апта болды демалыссыз жұмыс істеп жүргеніме, содан 2 апта ұйқы келіп жатыр. Жоқ, сәлем, жақсымын, өздеріңіз. Қандай адамдар келгеннен кейін сторис салатын болам. Қандай адамсыз школ бармайды. Білмеймін, негізі өзім оңтүстікке, орталық Қазақстанға жақын болғаннан кейін ба, ол жақтарды ойлап көрмеппін. Мөлдір егер күтемін барсақ дейді. Мөлдір ойлап, конечно, күтеді бұдан мүмкін жоқ қой. Одан біраз қайырлансын дейді. Мен Жаңақорғаннан болам. Сунақпын. Қарны ашып отыр негізінде. Сіз дейді. Енді кейбіреулер ойлап жатады, бір Мәскеуге барып екі жүздесем деп. Просто мен андай адаммын да. Қалай айтсам болады, адамдарға бір жақсы болып көріну керекпін деген бір менде түсінік қалып қойған сияқты. Кеше стористарда салдым ғой. Действительно сөйтіп жүріп, адамдардың көңіліне қарап жүріп, өз-өзімді жоғалтып алған сияқты. Бұдан кейін адамның көңіліне қарау деген нәрселер кішкене доғару керек сияқты. Егер жобада жақсы жігіттер кету керек, психолог мас дегендер деді. Енді олар өз еріктерімен кетті ғой, ешкім оларға кет деген жоқ. Қарағанда кейбір жауап бердім жаңа. Ер азаматтың қандай қасиетіне қарайсың? Ең бастысы ер азамат еңбекқор болу керек, адал болу керек, отбасын асырай алатын болу керек. Сондай качестволарына қараймын. Чай ішіп алайын, сіздермен әңгіме айтып отырып. Меніңше көп бір талабым жоқ, ең бастысы сүйіп тұрса, отбасына адал болса. Жоқ, бұрынғы қатысушылар емес, жақсы жан кездесті. Рахмет, нұрмындан жазсын дейді. Ақтарына ұмыттым, я. Толық айталым ұмыттым. 29 октябрь Құралай мен Дінмұхаммедтің тойыма дейді. Жоқ, Құралай Дінмұхаммед емес, басқа біреу болды. Жігіт жобадан қайда дейді, түсінбедім, мен жігіттің күшті жарасасыз дейді. Сәлем, қаласың, күштісіз, рахмет. Мұнда жараспайды мен. Рахмет. Ата-анаңыз қарапайым екен, өткен істерсен көргем. Я ата-анам тура, мен ата-анам сияқты қарапайымын деш. Үйде адам қандай тәрбие көрсе, сәтті соны көрсетеді деген сияқты. Сезім ашылып кетпеді ма дейді. Жоқ, қайта сезім ашылмады. Бақытты болыңыз, рахмет. Төлеуінамай дейді. Қосылай қаншайымға қатысасың ба? Егер ол уақытқа дейін отырсам, әрине ешкім сөземе бөлме, сен жақсы қыласың дейді. Рахмет.
айтпай коеюн, вы прям как идеально примерно поддержание. Спасибо, очень приятно. Прям приятно. Ханшайым болушу буюрса дейді. Сіздер маған болет етсеңіздер, әрине. Бір кісіні көрдім, сізде боламын. Ас болсын, рахмет. Сәлем, Қарақалпақстан. Бүгін не үшін төбелесіп болды дейді. Сол жігіттердің өздерінің арасында түсініспеушілік болды. Мындар Гүлназимді жамандап мойындамайтын шығар. Жоқ, вот құдай тұр ғой, Гүлназим жайлы ешқандай әңгіме айтылған емес біздің арамызда. Әркім өзінің өмірін сүріп жатыр. Сізге дұрыс дауыс берген рахмет. Мартта басталады. Ала бұйыртса Бөлетайым әрине. Бүгін жолы басталғанда неге төбелесіп болды дейді. Жігіттердің өзінің арасында түсініспеушілік болды. Ас болсын, рахмет. Соған сен лайықтысың дейді. Сенде шамалы қыз болып кеттің дейді. Ұрыды болып еңгелеп отыратын едім дейді. Ойбай, жаман айттыңыз ғой. Небек қайсың, бірақ сенімің. Дәлі жаман. Не ғой, жылап отырсың дегенде, ол эмоция ғой, адам болған екен жылайсың деген сияқты. Өздеріңіз жігіттеріңізбен, күйеулеріңізбен ұрыссаңыздар, жылайсыздар ғой, тура сол сияқты ғой. Біз тек халықтың алдында болған кез өкілдік. Я пока одна жду. Қандай күшті шай ішкен. Соңғы кездері шай қамау болып кеттім. Шай көп ішетін. Сәлем, жақсымын. Шай ішпейтін. Ақтөре өзі араласады ғой мөлдірлермен.